Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабақта біз алма ағашын қалай салуды үйренетін боламыз, және ең бірінші кезекте бізге қажетті қарапайым қарындаш және алманы салуға арналған түсті қарындаштар қызыл, сары, жасыл және көк. Да алма ағашын салу үшін біз білу керек ең басты екі элемент бар. Ол алманы қалай салуды білу және алма ағашындағы негізгі ағашты қалай салу керек екенін түсіну. Және ең бірінші кезекте мен сіздерге алманы салудың ең қарапайым жолын көрсететін боламын. Алманы салу үшін ең бірінші қарапайым дөңгелек сызып аламыз. Осы шеңберді сызып алғаннан кейін, шеңбердің ең ұш жағынан кішкене бір шеңбер көздеп аламыз. Осы кішкене бір шеңберді көздеп алғаннан кейін, осы шеңбердің жартысын бөлек белгілеп аламыз. Бұл шеңбердің жартысы алманың ең бастапқы түбір шегіндегі элемент болып саналады. Осы кішкентай шеңберді белгілеп алғаннан кейін, шеңбердің ұшын қарға секілді елек қылып өзгертіп алғаннан кейін алманың сыртын сызып шығамыз. Барлығын сызып алғаннан кейін қажет емес элементтердің барлығын өшіріп тастаймыз. Қажет емес элементтердің барлығын өшіріп болғаннан кейін қарапайым алманың ең негізгі сызбасы дайын. Осы сызба дайын болғаннан кейін алманың қалған элементтерін қосып саламыз. Осы жапырағын салып болсаңдар, жарайсыңдар, алманың ең негізгі скетчі, яғни сызбасы дайын болды. Енді осы сызбаны дайындап алғаннан кейін бояу процесін бастасақ та болады. Бояу процесіндегі мен бөлген ең басты үш негізгі нұсқаны ескеру керек. Ең бірінші ол жарық, күн шуағы түсетін бөлігін біз сары түспен бояймыз. Сары түспен алманың күнге қарап тұрған беткі бөліктерін мен белгілеген нұсқа бойынша бояймыз. Және де осы нұсқаны сары түспен бояғаннан кейін біз келесі бөлігіне көшеміз. Ол негізгі бөлігі. Алма қандай түсті? Әрине қызыл түс. Сондықтан бұл бөлігін біз қызыл түспен бояймыз. Бұдан бөлек біз алманың түрі шынайы реализмдегідей көріну үшін рефлекс деген нәрсені қосамыз. Рефлекс ол көлеңкеден бөлек алманың шағылысып тұрған бөлшегі. Рефлексті біз әдемілік үшін көгілдір түспен бояймыз. Осы схеманы меңгеріп алсаңыздар, алманың түрі сүйкімді әрі шынайы болып көрінеді. Ал ендеше осы нұсқаны естеріңізге сақтап, осы алманың сызбасын сызып бояуға дайындалсаңыздар болады. Ал мен сіздерге осы бояуды қалай бояу керек екенін көрсетемін. Жалпы қарындашты қолданған кезде қатты баспай, бірақ бір бағытта бояу керек. Бір бағытта бояған кезде қарындашпен боялған түс бір келгі әрі әдемі көрінеді. Бір қалыпта қатты баспай, бейітпен бір бағытта бояған дұрыс. Осы бір бағытта бояған екі түстің арасын бір-біріне келтіріп, енгізіп бояймыз. Осы техника арқылы боясақ, алманың түрі шынайы әрі көркем көрінеді. Және оқушылар менің артынан қайталап, осы алманы қарындашпен бояуға кіріссек болады.
бөлігін бояп аяқтасаңыздар, келесі біз қарапайым алманың детальдарын бояп бастасақ болады. Қарапайым қоңыр түспен және де қоңыр түспен бояп болғаннан кейін біз сары түспен күн түсетін бөлігін бояймыз. Күн түсетін бөлігін бояп болғаннан кейін біз жапыраққа да ары қарай көшеміз. Өзіміз білетіндей жоғарыдан қарап тұрған бағыт бойынша біз жапыраққа күннің сәулесін түсіреміз. Одан кейін жапырақтың негізгі бөлігін біркелкі ашық жасыл түспен бояймыз. Және одан ашық жасыл түспен бояп болғаннан кейін біз жапырақтың көлеңкесі болу үшін қанық жасыл түсті алып, ортасынан және шетіндегі сызықтар бойынша кішкене көлеңке түсіреміз. Осы процесс аяқталғаннан кейін біз алманың толыққанды боялғанын байқай аламыз. Сіздерге ұнаса, келесі бөліміне көше берсек болады. Алманың өзін бояп салып болғаннан кейін бізге білу керек келесі нәрсе, ол ағаштың өзін қалай салу керек. Ағаштың негізгі элементтерін және ағаш суретін қарапайым салу жолын мен қазір көрсететін боламын. Ең бірінші кезекте біз қарапайым дөңгелектер, яғни шеңберлер сызып аламыз. Кез келген бағытта, кез келген жерде және бір үлкен, бір кіші, бір-біріне ұқсамайтын шеңберлерді сызып алғаннан кейін жермен ұзын сызықтар арқылы байланыстырып аламыз. Осы қарапайым фигураларды сызып алғаннан кейін бізде ағаштың ең негізгі скетчі дайын болды. Ал енді бұл сызба әдемірек көріну үшін біз тағы да шеңберлер қоссақ болады. Осы негізгі скетч дайын болғаннан кейін әр шеңбердің қиылысып тұрған жеріндегі артық сызулардың барлығын өшіргішпен өшіріп тастаймыз. Ал енді ағаштың негізгі бөлігін ұзартып саламыз. Яғни ағаш шынайы көріну үшін біз дөңгелектердің қандай екенін және қай жерде тұрғанын мен көрсеткендей белгілеп алуымыз қажет. Осы негізгі сызбаны сызып алсаңыздар, қажет емес элементтердің барлығын өшіргішпен өшіріп тастасаңыздар болады. Ал енді осы қарапайым сызбаны бояу үшін мен тағы да жаңағы схеманы көрсетемін. Ол қарапайым сол үш негізгі бөлімнен тұрады. Ең бірінші ол күннің түсетін бөліктері. Яғни мен көрсеткен бағыт бойынша ағаштың сол бағытқа белгіленіп тұрған бөлшектерін біз сары түспен бояймыз. Бұл күн түсіп тұрған ең жарық бөліктері. Одан кейін рефлекс, яғни ағаштың көлеңкесінен шағылысып тұрған түс. Бұл біздің суретімізге шынайылық беретін қарапайым элемент. Бұл жерде жаңағыдай көгілдір түспен бояймыз. Ал одан кейін ағаштың негізгі бөлімі. Барлығымыз білетіндей жапырақ ол қарапайым жасыл түстен. Және біз жаңағы қолданған екі түсті осы ағашқа да қолданатын боламыз. Ағаштың бөліктерін бояу ең қарапайым жолын көрсетемін. Ең қарапайым жолы осы біз салып алған дөңгелектерді ең бірінші ашық жасыл түспен бояймыз. Және ашық жасыл түсті шеңбердің осы шеткі бөлігін мен көрсеткен сызба бойынша қанық жасыл түспен бояймыз. Бұл ең қарапайым ағашты бояу схемасы. Осы схеманы біз салып алған әрбір дөңгелек үшін қолданып шығамыз. Мұқият қарап, өздерің бояп отырсаңдар болады. Ал ендеше сәттілік балалар. Тағы да айта кететін нәрсе, біз ағаштың негізгі бөлігін қоңыр түспен бояймыз. Бұл ең қарапайым бөлігі. Ендеше керек емес сызықтардың барлығын өшіріп, ағаштың сызбасын тазалап аламыз. Осы тазалап алғаннан кейін мен көрсеткен схеманы есте қалдырып, ары қарай бояу процесіне дайындала берсек болады. Бояу процесі өте қарапайым. Бар болғаны мен көрсеткен схема бойынша менің артымнан қайталап отырыңыздар.
Осы схема бойынша бояп болсаңыздар жарайсыздар. Енді келесі этапқа көше берсек те болады. Алма және ағашты қосып, біз алма ағашын саламыз. Яғни мен көрсеткен алманы, алма ағашының негізгі элементін біріктіріп, біз ең негізгі суретке көшетін боламыз. Ең негізгі суретті бастамас бұрын біз жаңағы алма ағашының схемасындағы қарапайым ағаштың скетчін алып, тура сол схема бойынша сызамыз. Қарапайым дөңгелектерді жермен байланыстыратын сызықтар және осы сызбаны тазалап өшіріп алу. Бұл өте қарапайым жол және сіздердің қолдарыңыздан келетініне күмәнім жоқ. Және мен ең бірінші этапта көрсеткендей, осы алмаларды кішкентай көлемде осы сызбаға қосып сызып аламыз. Осы сызбаға қосып жатқан кезде біз ескеруіміз керек нәрсе, алмалар өте кішкентай және бір-бірімен біркелкі орналасуы қажет. Сызбаны сызып алғаннан кейін керек емес сызықтардың барлығын өшіріп, осы суретті тазалап аламыз. Тазалап алғаннан кейін біз бояу процесіне көшсек те болады. Мен жаңа көрсеткен ең алғашқы этаптардағы тура сол схеманы қолданамыз. Жарық түсетін, күн сәулесі түсетін бөліктерін сары түспен бояймыз. Және бұл тек қана ағаш үшін емес, әрбір кішкентай алма үшін орындалатын ереже. Алмалардың барлығына сары түстің жарық түсіріп алғаннан кейін біз келесі кезекте рефлекс саламыз. Рефлекс ол шынайы көріну үшін көгілдір түспен боясақ болады. Мен көрсеткен бағыттағы бөлігін осылай бояп алсақ, бұл тек қана ағаш үшін емес, тағы да алмалардың әрқайсысы үшін боялып шығатын ереже. Рефлексті бояп болғаннан кейін алманың өзін бояп бастасақ болады. Алманың өзін бояу тура мен алдағы көрсеткендегідей қарапайым және оңай. Ал ендеше сәттілік менің артынан қайталап бояу процесіне енсеңдер болады. Осымен бүгінгі сабақ соңына келді. Пайдалы болды деген ойдамын. Ал ендеше қош, сау болыңыздар.